80 сабақ төртке көбейту кестесі. Бірінші тапсырма суретті және үлгіні пайдаланып өрнектердің мәнін тап. Өткен сабақтарда біз өттік, шаршы арқылы көбейтуді, яғни бұл жерде 4 қатарда 4 түсті шаршы тұр. Енді үлгі бойынша 1, 2, 3, 4-ті 4 рет қосқан. Бұл дегеніміз 4-ті 4-ке көбейту тең 16. Яғни мінекей 4 көк шаршы, жасыл шаршы, күлгін шаршы, сары шаршы. Осы суретті қолданып, мінекей 4-ті 4 рет қостық. Яғни ол 4-ті 4-ке көбейтеміз деген сөз 16 шықты. Одан кейін мінекей 5-ті қосамыз, 6-ны қосамыз, әрі қарай солай 9-ға дейін қосып шығамыз. Үлгіде 4 пен 5-ті көрсеткен, біз 6-дан бастап орындайық. 6 қосу 6, қосу 6, қосу 6 дегеніміз, бұл 6-ны 4 рет көбейтеміз. 24-ке тең. 7 қосу 7, қосу 7, қосу 7, 7-ні 4-ке көбейтеміз, 28-ге тең. 8-ді 4 рет қоссақ, бұл 8 көбейту 4 деген сөз 32-ге тең. 9-ді 4 рет қоссақ, бұл 9 көбейту 4 деген сөз 36-ға тең болады. Келесі екінші тапсырма санды 4-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен. Есіңе сақта дейді. 6 көбейту 4 тең 24 санды 4-ке көбейту кестесі бойынша. Енді достар, 4 көбейту 4-іміз 16-ға тең, 5-ті 4-ке көбейтсек 20-ға тең, 6-ны 4-ке көбейтсек 24-ке тең, 7-ні 4-ке көбейтсек 28-ге тең, 8-ді 4-ке көбейтсек 32-ке тең, 9-ды 4-ке көбейтсек 36-ға тең. Осы кесте бойынша осыны міндетті түрде жаттап алыңыздар. Ал 4 көбейту 6 тең 6 көбейту 4 тең 24 бұл көбейтудің ауысырымдылық қасиеті бойынша. Түсіндіңіздер ғой, 24-ті 4-ке бөлсек 6, ал 24-ті 6-ға бөлсек 4 шығады. Өйткені бұл көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар дейді. Мына кестені міндетті түрде жаттап алсаңыздар, бөлу де қиын болмайды. Үшінші тапсырма санды 4-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр дейді. Яғни 4 көбейту, мұна 4 бұрышын ішіне 5, 6, 7, 8, 9-ды кезек-кезек қойып шығамыз. Сонда біз 4-ті 5-ке көбейтсек 20 шығады, 4-ті 6-ға көбейтсек 24 шығады, 4-ті 7-ге көбейтсек 28 шығады, 4-ті 8-ге көбейтсек 32 шығады, 4-ті 9-ға көбейтсек 36 шығады. Астында екінші ол бөлу көрсетіп тұр, яғни мына жерде тұрған сандарды кезектен 4-ке бөліп шығамыз. Яғни 16-ны 4-ке бөлсек 4 шығады, 20-ны 4-ке бөлсек 5 шығады, 24-ті 4-ке бөлсек 6 шығады, 28-ді 4-ке бөлсек 7 шығады, 32-ні 4-ке бөлсек 8 шығады, 36-ны 4-ке бөлсек 9 шығады. Үшінші тапсырманың орындалуы осылай. Төртінші тапсырма мысалдарды шығары үлгі бойынша көрсеткен, енді осыны шығарайық. Енді бізде 50 көбейту 4, 50 дегеніміз бізде 5 ондық. 50 көбейту 4, 5 ондық көбейту 4. 5 ондықты 4-ке көбейтсек 20 ондық шығады, 20 ондық дегеніміз бізде 200-ге тең. Енді 200 бөлу 4. 200 бөлу 4-ті біз 200-ді 200-дік деп алатын болсақ, 2-ні біз 4-ке бөле алмаймыз. Дұрыс па? Сондықтан бұлай жазу қате. Мен сіздерге түсінікті болсын деп жазған, бұлай жазбаймыз. 200 бөлу 4-ті біз 200-ді 20 ондық деп аламыз. 20 ондық бөлу 4. 20 ондықты 4-ке бөлсек 5 ондық шығады. 5 ондық дегеніміз 50-ге тең. Сонда 200 бөлу 4 50-ге тең болады. 20 литр көбейту 4 тең 80 литр. 80 метр бөлу 4 тең 20 метрге. Төртінші тапсырманы орындалуы осындай. Бесінші тапсырма есепті шығар. Білекпен күш сынасу ойынына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 6 ойыншыдан бар. Ойынға барлығы неше адам қатысты дейді. Мінекей, ойыншы бір топтағы ойыншы саны 6, топ саны 4. Барлық ойыншы санын сұрақ белгісін қоямыз. Шешуі барлығын табу үшін 6 мен 4-ті көбейтеміз. 6-ға 4-ті көбейтсек 24 шығады. Жауабы барлық ойыншының саны 24-ке тең. Тапсырма өрнектерді салыстыр дейді. 7 көбейту 3-іміз бізде үлкен, 7 көбейту 2-ден. Бұны есептемей-ақ салыстыра аламыз. Себебі 7-ні 2-ке көбейту кейінге қарағанда 3-ке көбейткен үлкен. Дәл солай 60 көбейту 3 үлкен, 60 көбейту 2-ден.
Дәл солай 4 көбейту 3 үлкен 4 көбейту 2-ден. Себебі 4-ті 2-ге көбейтсек 8 шығады, а 4-ті 3-ге көбейтсек 12 шығады. Мына жаққа жазып шығатын болсақ, 7-ні 3-ге көбейтсек 21, 7-ні 2-ге көбейтсек 14, 60-ты 3-ге көбейтсек 180, 60-ты 2-ге көбейтсек 120. Енді соңғысы 6-ны 3-ге қоссақ бізде 9 шығады, ал 6-ны 3-ге көбейтсек 18 шығады. Сондықтан мынау үлкен. Бірақ достар, әрдайым қосуға қарағанда көбейтудің нәтижесі үлкен болады. Себебі бұл жерде есе, яғни бірнеше есе қосылады үстіне. Мінекей 6-шы тапсырманы орындалу осылай. 7-ші тапсырма 2-ге де 3-ге де бөлінетін ең кіші санды ата дейді. Алдымен 2-ге бөлінетін сандар тауып алатын болса, мына жерде 4 2-ге бөліне бөлінеді, жазамыз. 12 2-ге бөліне бөлінеді, жазамыз. 9 2-ге бөліне бөлінбейді, жазбаймыз. 12-ге бөліне бөлінеді, жазамыз. 6 2-ге бөліне бөлінеді, жазамыз. 2-ге бөлінетін сандар деп осылай жазып алдық. 4, 12, 16. Енді 3-ге бөлінетін сандарды тауып алайық. 4 3-ге бөліне бөлінбейді, жазбаймыз. 12 3-ге бөліне бөлінеді, жазамыз. 9 3-ге бөліне бөлінеді, жазамыз. 10 3-ге бөліне бөлінбейді, жазбаймыз. 6 3-ге бөліне бөлінеді, жазамыз. 3-ге бөлінеді 12, 9, 6. Мынаны жазбай қойсаңыздар болады. Мен бастап кезде 2-ге тек қана 2-ге, тек қана 3-ге деп түсініп қалдым, сол үшін жазғам ғой. Бұл керек емес. Енді мына 2-ге бөлінетін, 3-ге бөлінетін тауып алдық. Енді екеуінде де бізде кездесіп тұрған сан қандай? 6 саны. 6 2-ге бөлсек 3, 6-ны 3-ге бөлсек 2. Демек 2-ге де 3-ге де бөлінетін. Тоқтай тұрыңыздар, достар, мынау бар, 12 бар. Екі жерде де 12 кездесіп тұр. 12-ні 2-ге бөлсек 6, 12-ні 3-ге бөлсек 4. Енді бізде ең кіші сан табу керек, ең кішісі бізде 6. Демек 2-ге де 3-ге де бөлінетін ең кіші сан 6. Өрнектің мәнін тап дейді. 5-ті 4-ге көбейтсек 20 шығады, 200-ді 4-ге көбейтсек 800. 28-ді 4-ге бөлсек 7, 32-ні 4-ге бөлсек 8. 8 көбейту 432-ге тең, 9 центнерді 4-ге бөлсек 36 центнер. 20-ны 4-ге бөлсек 5, 36 дециметр 4-ге бөлсек 9 дециметр. 7-ші тапсырманың жауаптары осылай болады. 9-шы тапсырма кім жылда өрнектердің мәнін кем өретімен қойып, мақалды оқы, оның мағынасын қалай түсінесіз. Алдымен мінекей жазып шықтық. Үстіне сөздер жазып шығамыз. Астына 36-ны 4-ге бөлсек 9 шығады. 3-ті 4-ге бөлсек 12 шығады, 8-ді 4-ге бөлсек 2 шығады. Енді бізге кемі өретімен деп тұр. Кемі бірінші үлкеннен бастаймыз. 12, 9, 2. Енді осыған сәйкес сөздер жазып шығамыз. Бізде 12 халықтың, 9 күші, 2 бірлікте деген сөз жазып шығамыз. Сонда бізде шығады халықтың күші бірлікте.